Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Қайын-атасына жар болған келіншек. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқитынмын. Жер кең болғандықтан ба, ауылдағы үйлер бір-біріне шалғай жататын. Солтүстік жағымыздағы көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықтықта болатын. Бір-бірімен аралас-құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге екенін қайдам, әйтеуір сол үйде ұрыс, жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі Шабандоз Ермұрат жаурынды, бойшаң келген көрікті кісі еді. Ал әйелі Тұрсынай апай бойы кішкентай және өзі өңсіз болатын, өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып тастаса да көшеге шығып қашпайтын, төркініне де кетіп қалмайтын. Бет-аузының көгергені қайтқанша үйден шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шығып бір қызы, ер жеткен бір ұлы болды. Қызы әкесіне тартқан сұңғақ, ақ құбаша келген әдемі, ал ұлы анасына тартқан болуы керек, аласа бойлы, өңсіздеу әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен. Ет жақын туысы да жоқ. Қалың мал төлеп алуға шамасы болмаған соң, бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апаның қанша таяқ жесе де төркінінен кетіп қалмайтынын көпшілік сонымен түсіндіретін. Үлкендері Ермұраттың ішіп алып әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп топшылайтын. Бір күні ойлап қарасам, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. Біз 5-ші сыныпты бітірген жазда Ермұрат ұлы Пашаны үйлендірді. Ел-жұрттың айтуына қарағанда, бұрыннан Бесіққұда болған. Қыздың әкесі де Шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бойжеткен шақта өкпе ауруынан қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кетеді. Әйелі де күйеуінің аманатына қиянат жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашаның келіншегі Бәтима қос бұрымы белден төмен түскен сұлу еді. Бойы да Пашадан ұзын болатын. Елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмаушылар бойында бір кемшілігі бар шығар, әйтпесе мынаған қалай түйіп жүр десті. Енді бірі есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп де өсектеп жүрді. Бірақ Бәтиманың кемшілігі де көтеріліп ауыратынын да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып үйден шықпай жатып қалды. Баз біреулер Ермұрат ұрып майып қылып тастапты десті. Не болғаны белгісіз, Тұрсынай апай қыста қайтыс болды. Ермұрат көкпар шауып нәпақа табатын. Сол кездері әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан еш құр қалмайтын. Кейде киіз, кейде кілем, кейде мал олжалап қайтатын. Ал Пашаны үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далаға жүреді. Ондай кездері үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінімен көңілдес екен деген сөз шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбеді. Сол сөз Пашаның да құлағына жеткен болуы керек. Анасының жылы болмай жатып, ол асылы өлді. Паша өлгенде Бәтиманың бойында ештеңе болмаған. Сондықтан ауыл адамдары Пашаның жетісі өткен соң Бәтима төркініне бір жолата кететін шығар деп күтті. Алайда Пашаның 40-ы өткен соң да Бәтима кетпеді. Гу-гу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жылы өтуін күтіп жүрген шығар деп Бәтимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үйдің төңірегінде өрбейтін. Арада 7-8 ай өткенде Бәтима үйден шықпайтын болды. Бұрын да көп бара бермейтін ауыл адамдары Пашаны өліп, өсек аяң көбейген соң ол үйге бас сұғудан қалған. Бір демалыста Ермұрат көкпарға кететін болар. Бәтиманың жағдайын білейін деп барған көршілердің әйелі тал түсте қайын ата мен келіннің төсектес болып жатқанының үстінен түседі. Сол күні ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады. Ол әйелдің өсек аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмеді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арадан 2 ай өткенде Пашаның жылын берді.
Құдай асқа барған ауыл адамдары Бәтиманың аяғы ауыр екенін өз көздерімен көрді. Бір қызығы, бұған дейін Бәтиманы жерден алып жерге салып келген ауылдастары енді оған аянышпен қарады. Бар кінәні Ермұраттан көрді. Ақсақалдар жиналып, Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Бәтиманың ай-күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрайды. Көп ұзамай Бәтима ұл тапты. Қанша кінәласа да ауыл әйелдері барып Бәтимаға аяқ-қолын бауырына алуға көмектесті. Ауыл ақсақалдары да баланың буыны қатқанша көш деп базаламайық деседі. Бір күні Ермұрат ауыл ақсақалдарының үйіне шақырып кешірім сұрайды. Батасын беріп, молдаға Бәтима екеуінің некесін қиюға рұқсат беруді сұрайды. Мұндай өтінішті күтпеген ақсақалдар алғашында абдырап қалады. Біреуі олай дейді, біреуі былай дейді. Әйтеуір ең соңында Ермұрат пен Бәтимаға бата беріп, некесін қию керек деп шешеді. Содан кейін арада 3 жыл өткенде Ермұрат пен Бәтима екі баласымен басқа жаққа көшіп кетті. Бәлкім, өздерінің бастан өткергендерін есейгенде балаларымыз білмесін деген шығар. Осы оқиғаны жазып отырғанда ойымда кінәлаудан гөрі кешірімділік басым болғанын байқадым. Ал мұндай жағдайға кешіріммен қарауға бола ма? Құрметті менің тыңдармандарым, өз ойларыңызды комментарий бөліміне жаза кетуді ұмытпаңыздар. Және де арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.